компрессордың жұмыс жасауы 20-25 км тепловозында. Так, диагностика қоямыз. Вспомогательное устройствоға кіреміз. Компрессорға кіреміз. Міне компрессордың несі. Компрессор магистральдың давлениесі көрсетіп тұратын саны осы арада 7-50 болғанда автоматты түрде қосылады, 9-ға барғанда сөнеді. Оны қосатын датчик VR19 деген кранның астында болады. Міне бір датчик VR19. Осы питательный магистральдың 7-ге 5 келді деп 7-5-ге түскені осы хабар айтып отыратын компьютерге осы жаңағы датчик сол кезде автоматты түрде қосылады. Компрессорда негізі қосатын осы екі құрылғы КДК деген және QDK. Мына қазір ашық тұр, яғни қосылған жоқ. КДК қосылады, содан кейін 3,5 секундтан кейін QDK қосылады. Мына КДК және QDK дейтін құрылғылар наралда орналасқан. Яғни мынау машинисттің отыратын жері болса, ар жақ помощниктікі. Мына машинист жағына келеміз, бірінші есік. Мынау АМК дейтін автомат компрессордың, соның астында КДК, оның астында QDK дейтін. Сол компрессор қосылған кезде осы арадан ауа сорады. Мына жерде андай қоқым нелер тұрады, воздушный фильтр. Мына блок всасывания астындағысы. Қызыған кезде бұл винтовой. Ауаны қызыған кезде соны салқындату үшін маймен араласады. Май салқындатады ауаны. Содан кейін осы арада екеуі ажыралады. Қатты удармен тиген кезде майы астыға түсіп, ауасы үстіге көтеріледі. Бірақ толық ауамен май бір-бірінен ажыралмайды. Одан мынадан шығып, масло-воздушный сепараторға келіп, тағы да майы ауадан ажыралады. Одан кейін мына трубамен, шлангымен айналып астымен холодильникке барады. Масло-воздушный холодильник дейді. Бұдан әрі ауа, әрі май салқындатылады. Осы араға келеді. Мына салқындататын вентилятордың генераторы, двигателі. Мынау компрессордың двигателі. Мынау сепаратордың астында тұрған бұл термостат. Негізі май салқын болса, қатты ысымаған болса, 75-80 градусқа жетпеген болса, осы клапан ашылмайды, осы арадан айналып отырады майы. Қашан 75-ге келсе жартылай ашылады, 80-ге келсе температурасы ыстығы толығымен ашылып, бұл да осы шланг арқылы астымен барып, жаңағы мына холодильникке барады, және осы мына жермен шлангысымен қайтып келеді. Салқындатып тұрады термостат. 75-80 градус ыстыққа келгенде қосылады. Астындағысы масляной фильтр. Ауа мынаққа барып салқындатылғаннан кейін осы трубамен барып астымен адсорберге келеді. Адсорбер осушка міне мына жерден келеді. Мынау кран жабық тұрғасын, ол адсорберге көтеріледі. Мынау екеуінің краны, кіріс және шығыс. Бірінші первичный блокқа келеді. Бұл жерде конденсат, қоқым және май және жаңа майлары бөлінеді. Осыған. Сосын электромагнитный клапан ашылып, автоматически түрде өзі ашылып, конденсат, қоқыс майларды астыға лақтырып отырады. Осы жаққа келіп, бірінші майы конденсаттан ажыралғаннан кейін барып нижний челнок, үсті верхний челнок, клапандар, екі колонна, бір колонна, екі колонна, екі колоннасы бар. Бұның ішінде бір жағында осушка болып атқан кезде, екінші жағында регенерация болып атады.
сосын алмасады. Екінші жағы регенерация болады да, бірінші жағы осушка болады. Осушка және регенерация дегеніміз не ол? Осушка деген мынаның ішінде адсорбент дейтін элементтер бар. Ауа осының ішімен барып, дымқыл ауа құрғайды. Сосын мына ішіндегі адсорбент ауаны құрғатқаннан кейін өзі суланып қалады. Сол кезде екінші қосылады. Мына жерде осушка жүреді, ал мынау дымқыл болып тұрған ауа керісінше құрғаған ауа обратный процесс болады. Үстіден астыға өреді. Оны астындағы мына екі клапан, электромагниттік клапан, сол ашылады да сыртқа ауаны айдайды. Сонда кептірілген ауа жаңа адсорбенттің үстімен өтіп, дымқыл болған адсорбентті қайттан кептіреді. Сол екі колонна осылай кезекпен кезек жұмыс жасап тұрады. Одан кейін осы колоннадан шыққан ауа қайтадан мына бір фильтрге, артында тұр, мына бір фильтрге келеді. Бұл пылевой фильтр деп аталады. Пылевой. Бұда адсорбенттің қоқымдары осы арада ұстап қалады, шаңдарын. Сөйтіп бізге толық бүкіл конденсат және қоқымнан, дымқылдан тазарған таза качественный сжатый воздух питательный магистральға келеді. Мынаяқтан шығып, питательный магистральға келеді. Мынау клапаны, предохранительный клапан дейді. Егер давлениясы көбейіп баратса, осыдан артық ауасы шығып тұрады. Кейде егер компрессор жұмыс жасап тұрады, бірақ питательный магистральный давлениясы көтерілмей тұрса, значит, осы адсорбер дутьеға тұрып алған деп айтылады. Бұл кезде мына клапандарын жаймендеп балғамен ұрады, қатты емес, жаймендеп клапандары іске қосылсын деп. Сол кезде де кетпей жатса, ол кезде адсорберді сөндіреміз. Яғни на питательный магистраль прямой жібереміз, адсорбер кіріспен ашып қоямыз, және адсорбер келетін екі кранды жауып қоямыз. Осы 2T25KM-нің компрессорының қысқаша жұмыс істеуі.